Саламатсыздар ма білім алушылар? Бүгінгі сабақта біз сіздермен металдардың қышқылдармен әрекеттесуіне байланысты есептерді қалай шығарылатынын қарастырамыз. Металдар қышқылдармен әрекеттескен кезде көп жағдайда бізде тұз және де сутек газы пайда болады. Бірақ та ең алдымен біз біліп алуымыз керек, қандай металдар қандай қышқылмен әрекеттеседі. Алдыңғы сабақтардың бірін қарастырған болсаңыздар, сіздер жақсы білулеріңіз керек. Бекетов қатары деген бар. Яғни ол қатар бойынша біз металдарды активті металдар, орташа активті металдар және де пассивті металдар деп бөлеміз. Мінеки, егер де бізде қышқылымыз қарапайым болатын болса, яғни сұйылтылған қышқыл болатын болса, онда сұйылтылған қышқылмен бізде тек қана активті металдар және де орташа активті металдар ғана әрекеттеседі. Ал егер де бізде концентрлі күшті қышқылдар болатын болса, мысалға концентрлі күкірт қышқылы, концентрлі тұз қышқылы немесе концентрлі азот қышқылы деген сияқты. Ондай жағдайда бізде пассивті металдар да әрекеттесіп кетеді. Бұның барлығын біз алдыңғы сабақта айтып кеткен болатынбыз, ал бүгінгі сабақта біз концентрациясы төмен болып келетін қышқылдармен жұмыс істейміз, яғни сұйылтылған қышқылдар. Естеріңізде болсын, егер де ұлттық бірыңғай тестілеуде сізге сұрақ келетін болса, сол сұрақтың ішінде қышқыл сізде сұйылтылған ба немесе концентрлі ма екенін анықтау өте оңай. Егер де қышқылымыз концентрлі болса, онда есепте солай концентрлі деп жазылып береді. Ал егер де қышқылымыз қарапайым болса, онда оны сұйылтылған деп түсінуіміз керек. Яғни есепте белгілі бір металымыз тұз қышқылымен немесе күкірт қышқылымен әрекеттесті деп айтылатын болса, онда біз түсінуіміз керек, бұл жағдайда біздің қышқылымыздың концентрациясы сұйылтылған болып келеді. Олай болса, көп уақытымызды құртпай, бірінші есебімізді қарастырып көрейік. Есептің берілгені мынандай. 20 грамм мыс пен мырыштың қоспасын артық мөлшерде тұз қышқылмен өңдеген кезде 4,48 литр газ бөлінеді. Бастапқы қоспадағы мырыштың және де мыстың массалық үлестерін анықтаңдар. Естеріңізге сала кетейін, бұл жерде мырыш пен мыстың жалпы массасы 20 грамм деп айтылып тұр, бірақ та біз білмейміз 20 граммның қаншасы бізде мыс және де қаншасы мырыш екен. Сонымен қатар есептің берілгенде бізде бөлінген газдың көлемі 4,48 литр деп айтылып тұр. Қолданылатын қышқылымыз қарапайым болғандықтан, яғни концентрациясы төмен болғандықтан, газ ретінде бізде H2-ні айтып жатыр. Сонда есептің берілгені бізде 20 грамм, 2 металдың қосындысы және де 4,48 литр, ол бізде сутектің көлемі болып шығады. Есепті шығармастан бұрын біз осы металдарымызға дұрыстап көңіл аударайық. Бізде мыс және де мырыш беріліп тұр. Егер де біз металдардың активтілік қатарына қарайтын болсақ, онда мырышымыз орташа активті металдар қатарына кіреді, ал мысымыз пассивті металдар қатарына кіретінін көріп тұрмыз. Олай болса, H хлормен, яғни тұз қышқылымен тек қана мырыш әрекеттеседі. Ал егер де біздің мысымыз тұз қышқылмен әрекеттеспейтін болса, одан сутек газы бөлінбейді. Және де есептің берілгенде айтып тұрған 4,48 литр, ол тек қана мырышқа қатысы бар. Мінеки, осыны қолдана отырып, біз есебімізді өте оңай және тез шығарсақ болады. Осы бөлінген газдың көлемі арқылы біз мырыштың массасын анықтаймыз. Ол үшін біз пропорция құрастырайық. Бізге мырыштың массасын анықтау керек. Ал сутектің көлемі бізге белгілі, ол 4,48 литр. Реакцияның астына бізге белгілі стандартты сандарды жазамыз. Яғни үстінде масса болғандықтан, белгілі стандартты массамыз ол бізде малярлық масса болады. Мырыштың малярлық массасы 65-ке тең, ол 1 мольға. Реакцияға қарайтын болсақ, бізде 1 моль мырыш келіп тұр, сонда 65 грамм болады. Сутектің үстінде көлем тұрғандықтан мен оның астына массаны жазбаймын. Барлық газдарға сәйкес келетін көлем ол 22,4 литр екенін білетін шығармыз. Мінеки, осы көлемді жазуым керек. Бірақ та көлемді жазбастан бұрын мен түсінуім керек. 22,4 литр ол 1 мольға арналған.
Ал реакцияда бізде сутектің алдында 1 моль тұр. Сонда 22-де 4-іміз солай қала береді. Егерде теңестіру кезінде олардың алдында 2, 3 деген сияқты сандар болатын болса, онда ол сандарды осы астында тұрған сандарға көбейтуіміз керек болатын еді. Сонда 65 грамм мырыштан мен 22,4 литр сутек аламын. Ал 448 литр сутек алу үшін маған қанша мырыш қажет болады деген сұрақ пайда болады. Бұл жерде x анықтау үшін мен 65-ті 448-ге көбейтіп, 22-де 4-ке бөлуім керек. Сол кезде біздің x-іміз 13 граммға тең болады. Мінеки біз түсіндік. Реакцияға қатысқан мырыштың массасы 13 граммға тең болған. Жалпы массамыз 20 грамм болғандықтан, ар жағындағы жетіспей тұрған массамыз, яғни 7 граммыз, ол бізде мыстықы деген сөз. Сонда біз осылай 2 металдың массаларын анықтадық. 13 грамм мырыштықы, 7 грамм мыстықы. Есептің берілгенде бізге айтылған болатын осы металдардың массалық үлестерін анықтаңдар деген. Олай болса соны анықтап көрейік. Массалық үлесті анықтау үшін мен бір компоненттің массасын алып, жалпы массаға бөлуім керекпін. Және де оны 100%-ға көбейтемін. Сонда менде мырыштың массалық үлесі 65%-ға тең болады. Мыстың массалық үлесін анықтаудың қажеттілігі жоқ, себебі егерде жалпы пайыз 100 болса, мен мырыштықын білетін болсам, 100-ден 65-ті азайта саламын. Сонда мыстың массалық үлесі менде 35%-ға тең болады. Мінеки балар, осындай қарапайым әдіс арқылы біздің есебімізді шығардық. Тақырыпты жақсы түсіну үшін тағы да бір есепті қарастырып көрейік. Бұл жолы бізде металдар қоспасы ретінде мыс пен темірді алып жатырмыз. Олардың жалпы массасы 30 граммға тең. Алдыңғы есепте барлығы түсінікті болған. Яғни бізде 2 металымыз бар, біз жай ғана қышқылды қолданып жатырмыз, ал ол қышқылдың күші пассивті металдарға жеткіліксіз болып келеді. Сәйкесінше 2 металдың біреуі әрекеттеспейді, екіншісі әрекеттеседі, сол арқылы біз есепті шығарған болатынбыз. Ал егерде осы есебімізге дұрыстап қарайтын болсақ, қышқыл ретінде біз концентрлі күкірт қышқылын қолданып жатырмыз. Сабақтың барысында айтқан болатым, концентрлі күкірт қышқылы ол пассивті металдармен де әрекеттесе алатын қасиеті бар. Әсіресе мыспен жақсы әрекеттеседі. Олай болса, бір қараған кезде бұл есебіміз өте қиын болатын сияқты. Бұндай есептерге егерде біздің қышқылымыз 2 металмен де әрекеттесе алатын болса, оларды біз параллельді жүретін реакциялар деп айтамыз, ал ондай есептерге мысал ретінде біз басқа видеода түсірген болатынбыз. Сол сабақты дұрыстап қарап алсаңыздар болады. Ал біздің жағдайда бізде бір металымыз әрекеттеспейді. Барлығымызға түсінікті шығар, мыс бізде H2S4 пен жақсы әрекеттеседі. Олай болса, неліктен темір бізде H2S4 пен әрекеттеспей қалады? 3 металды жаттап алыңыздар. Ол темір, алюминий және де хром. Бұл металдардың ерекшелігі бар, олар енжарланады. Немесе пассивтенеді деп айтамыз. Олар қарапайым концентрациясы төмен қышқылдармен жақсы әрекеттескенімен де, концентрациясы жоғары қышқылдармен әрекеттесу кезінде біз белгілі бір осындай қиындықтарды көре жатамыз. Мінеки осы металдарымыз, оның ішінде темір қарапайым қышқылмен әрекеттеседі, бірақ та концентрлі қышқылмен әрекеттестіретін болсақ, онда реакциямыз жүрмей қалады. Осындай есептерде дұрыстап тұрып мән беріңіздер. Ол темір, алюминий және де хром. Ал енді бізде концентрлі қышқыл болғандықтан біздегі осы қышқылымыз мыспен қарапайым жолмен әрекеттеспейді. Яғни жай ғана тұз және де H2 газының орнына реакциямыз мүлдем басқаша жүреді. Дұрыстап тұрып мән берсек, біз байқаймыз. Мысымыз H2S4 пен әрекеттескен кезде реакция нәтижесінде бізде тұз, су және де SO2 пайда болып жатыр. Яғни бізде H2 жоқ.
Есептің берілгені былай. 30 грамм мыс пен темірдің қоспасын артық мөлшерде концентрлі H2SO4 өңдеген кезде 6-72 литр газ бөлінеді деп айтылады. Ұлттық бірыңғай тестілеуде көптеген оқушылар осы концентрлі деген сөзге мән бермей, 6-72 литріміз ол H2 деп ойлап қалады. Бірақ концентрлі болса H2 бөлінбейтін есте сақтап жүріңіздер. Сонда реакция бойынша ол газымыз ол SO2 болады. Соның төбесіне 6-72 дегенді жазып қояйық. Бізге табу керек ол мыстың массасы, оған X грамм дейміз. Алдыңғы есепте жасаған заттарымызды осы жерде қайталаймыз, яғни мысқа 64 грамм, ал SO2-ге 22,4 литр. Қайталап айтам, 64 және де 22-де 4 өз сандары ретінде тұр, себебі олардың алдында 1 деген сандар тұр. Егер де мұнда 2 болса, мұнда 128 болу керек. Мысалға, мұнда 2 болса, онда астына 44-8 деп жазуымызға тура болады. Егер де алдыңғы есептегідей пропорциямызды шығаратын болсақ, онда 64 көбейту 6-72 литр бөлу 22,4 литр. Сонда біздің X-міз 19,2-ге тең болады. Ал егер де мыстың массасы 19,2 болса, жалпы массамыз 30 грамм екенін ескере отырып, біз оңай темірдің массасын анықтай аламыз. Яғни 30 минус 19-2 тең болады 10,8 грамм. Мінеке осылай біз екі металдың массаларын анықтадық. Ендігі мақсатта осы металдардың массасынан бөлек кейбір жағдайларда бізде олардың массалық үлестерін сұрап қалу мүмкін. Ал массалық үлесін анықтау үшін біз бір компоненттің массасын жалпы массаға бөліп 100%-ға көбейтуіміз керек. Сонда біздің жауабымыз 64% ол бізде мыстікі және де 36% ол темірдікі болып шығады. Мінеке балар, бір қараған кезде қиын сияқты көрінетін есепті осылай оңай шығарып жіберсе болады. Естеріңізде сақтаңыздар қайтан, егер де сіздерде концентрлі күкірт қышқылы қолданып жататын болса, және де бастапқы металдардың ішінде біреусі темір, алюминий немесе хром болатын болса, олар реакцияға төспейді. Бұндай есептер осындай қарапайым оңай жолмен шығарылып кетеді. Бұндай есептерді шығару үшін сіздерге қандай металдарымыз қандай қышқылдармен әрекеттеседі, және де өте көп жағдайда концентрлі қышқылдармен әрекеттесу кезіндегі осындай қиын реакцияларын жаттап алу керек болады. Егер де осының барлығын білетін болсаңыздар, онда сіз есепті өте оңай және де тез шығара аласыздар. Сонымен балар, бүгінгі сабақ сіздерге толықтай түсінікті деген ойдамын. Және де болашақта осындай есептерді оңай шығарып жүресіздер деп үміттенемін. Олай болса, әдеттегідей сіздермен болған химик Абылайхан, келесі сабақтарда көріскенше.